менен Нұрбер жеңгем жалпы бұл тойда тасқанан емес, байбы деп шашқанан емес, әлі сасқанан жасап жатқан жоқ. Бұл тойда әрине ағайын туыстың арасы бір-біріне жат болмасын, бір-бірімен етене араласын, арасындағы қимастық сыйластық үзілмесін деп жасалып жатқан бір әдемі саясат. Ағайынның басын біріктіріп, бір ақтастырған басын тоқайластырып, ас беру бұл осы бір әдемі саясат. Осы бір саясатта ұстанып бүгін дүбірлі той жасап жатқан әрине менің ағаларым мен жеңгелерім. Ал ағайындар енді ортаға қазақтың салты деп айта алмаймын, төтеден қосылған салт. Дегенмен жаман салт деп айта алмаймыз. Қазір қанымызға дейін сіңіп кеткен салт. Ол әрине екі жақ дастарханның басында, шай дастархан үстінде тәтті тағам торт әкелу. Олай болса, ыңғай келіп жатса шамшақтарды сөндіріп, свет сөндірейік, ортаға торт әкелінсін. Балалар, келдір балалар. Свет жаға бер. Баяғы тамақтың астын жағатын еткіз, бетін жағатын болды. Балалар бір бала өлсе, мың періште қуанады дейді ғой. Осындай қабыл болсын мәнзіріміз, жүз жазасын деп балалар бір үрі жердер. Бір, екі, үш деген үхтейсіздер. Бір, екі, үш. Ой, молодец. Бәрекелді. Сынайды балаларды көрдік. Балға жабысқан аралар құсап бұл кісілерді келді. Ал енді турап берсін даяшы қыздар. Қызымызы халықтың алдында сұраймыз. Келіңіздер, қыздар қайдасыздар? Тортпен бірге балалар анжақта барыңдар, топ жейсіңдер. Ала қой. Тортты алып, балаларды алып кете қойыңдар. Анжақта барыңдар, торт жейсіңдер. Торт жейсіңдер, торт беріп барыңдар. Мына ағайындар, ортаға торт әкеліп, ертең бәленбайдың тойында торт болмады деп айтып жүрмесін деп әкеліп отырыңыздар нақты ағайындар. Дәмден алып отырыңыздар. Рахмет. Бәрекелді. Ал ағайындар, қазақты тойда ғана шыңдау керек. Қазақты тойда ғана сынау керек. Мың жүректің қайғысын ұғу үшін бір жүректің қайғысын көру керек. Мен сіздерді жақсы көремін, жақсы адамдар. Жақсы адамдар, алынбас тас қамалдар. Дүбірлетіп, думандатып той жасаңдар, сіздерге қарау етсін басқа жандар. Мен сіздерді жақсы көремін, жақсы адамдар. Өйткені жүректеріңізде әппақ бар. Дүбірлетіп, думандатып той жасаңдар, күйіп кетсін көре алмайтын патшағарлар. Шапалақ соққандарыңыз жүзге берсін. 99-ға келсін соқпағандар енді ағайындар. Бірақ сапқалы соқпай. Ой, бәрекелді. Бүгін айтып отырмыз ғой, мәнзіріміздің туған күні, ер азаматтың туған күні. Бәзір қарап отырсаңыздар ардақты ағайындар, ерлер аз, әйелдер көп. Неге? Мен оны зерттедім, кітап көп оқыдым. Мына сөйтсем ғұламалар еркектің өмірін көшіп, бірақ қиылып кететін керуенге теңейді екен. Неге қиылып кеткен керуенге теңейді десем, еркектер расыменде өмірдің қиылып өтеді екенбіз. Оның дәлелі, дүниеге келеміз, кіндігіміз қияды. 40 күннен кейін шашымыз қияды. 1 жасқа келеміз, тұсауымыз қияды. 5 жасқа келеміз, тағы қияды бейшараны. Мектепке барамыз, мұғалім желкеміз қияды. Үйленеміз, некеміз қияды. Жұмысқа тұрамыз, зарплатамыз қияды. Сет өмірден бір жолымыз қиып, көңіліміз қиып, өмірден өтеді екенбіз қой. Сондықтан да ер азаматтар жасасын деп бір қол соғып қойыңыздар. Ой, бәрекелді. Мына ер азамат демекші, баяғыда дейтін баршамыз ауылдан шықтық қой. Бір қаланың баласы атасыменен әжесінің үйіне ауылға барады екен дейді. Сөйтсе бара салса, сол кісілердің үйіне қой бағуының кезегі түскен екен. Сөйтіп атасы, әй шырағым, жассың ғой сен барып қой бағып көш деп жіберген екен дейді. Енді қаланың баласы қалай қой бағатынын баршаңызға беймәлім ғой. Өріске бара салып шалқасын жатып ұйықтап қапты дейді. Сөйтсе ауылға қойдың жартысы таңертең, түсте, сосын кешке жақын бала оянса шамалы ойғаған екен. Сол қойды ауылдан қайта айдап бара жатса дейді, ауылдың ақсақалдары күтіп алып айғайлап жатыр дейді. Ей, не мынауың сенің? Қалай қой бағасың? Мынау не? Қойдың жартысы таңертең келді, жартысы түсте келді. Қалғанын қай бетімен ұялмай әкеліп отырсың ғой дейді.
Сөйтсе әлгі бала қутылды болса керек, ақсақал айғайламаңыз депті. Қойларды тойғанша қайтарып отырмын депті ғой. Сол сияқты ағайындар қарын тойды, қарта толды деп қайта кетіп жүрмеңіздер. Астан алып отырыңыздар. Баяғыда бір қаланың ағасы, ауылдың ағасы қалаға келіп кафеге келіп тамақ ішіп жатыр дейді. Сөйтсе борщ заказ беріпті. Борщты қарап отырса шыбын шыққан екен ішінен. Шыбынға қарап тұр, құдай-ай, мына шыбынға орай шум көтерейін бе деп ойланып дегенмен де момын еліміз үндемей кетіп қалыпты дейді. Арада бір күн өткеннен кейін қайда барып тағы да котлет заказ беріпті ғой. Сөйтсе котлеттің ішін ашып қалса тағы да шыбын жүр екен. Сөйтсе әлгі аға ашып алып официант шақырып алып, ей мыналарың не? Борщ ішіне шыбын шығып жатыр, котлеттің ішіне шыбын шығып жатыр. Че за безобразие депті ғой. Сөйтсе официант тұрып, аға айғайламаңыз, бұл безобразие емес, бұл разнообразие депті ғой. Сол сияқты неге астан дәрмен алып отырыңыздар, ағайын, Құдай сақтасын ондайдан. Енді ортаға тағы да бір ақ тілектің кезегі. Осында отырған мына тереңнен ой маржаны құралады. Мен келдім қалың қазақ қонағалы. Кезек тілек айтсын, осы әулеттің 1000 жылдық Құдай қосқан құдалар деп, құдалар қауымын шақырайық. Құдағи Мәруә, құдашалар Аман, Шынар, Айгүл, Роза келіңіздер оған. Жасы ұзын болсын. Балаларың бақытты болсын. Еліміз тыныш болсын, нанымыз көп болсын. Көп сөйлемей, тастарқандарың болсын, осы ақ тастарқан ылғи тойға жайылсын. Жаманшылық болмасын, уайым болмасын. Ал енді мен бір өлең айтайын. Сөйлемейін. Қош келдің дүнияға, нәресте өмірдің, шат күлкі тілеймін, кең бауырым, кең қанатым, айналайын жүзіңнен асыл қанатым, атаң мен анаңның борышын ақтай жүр, осы бір әнімді есіңе сақтай жүр. Кел бауырым, кел қанатым, айналайын жүзіңнен асыл қанатым, жаным қанатым. Қосасыздар ма? Ой, рахмет. Не деген әсем ән, не деген әсем тілек. Мына қазақта керемет сөз бар ғой. Бесіктегі баланың күлгенін көрген бір мұрат, алдына түсіп ананың жүргенін көрген бір мұрат дейді. Осы мұраттан Алла тағала ешқашан үзбесін. Әрбір қазақтың үйінде іңгәлаған сәбидің үні шыға берсін, күмбірлеген домбыраның үні шықсын деп біз тілегімізді білдіреміз. Мыңда бір алғыс, төрлетіңіздер, жауаптыңыздар. Қол соғайық ағайындар. Немереңіз Мансұрдың бір жасқа толған тұсаукесер тойы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, осылай немерелеріңіз көп болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын, осылай өсіп өніп жүре беріңіздер. Үйлеріңізде әрқашан той болсын. Тойға жиналған қауым, апа, құда-құдағилар, тойларыңыз құтты болсын. Кішкентайдың несі бауы берік болсын, бір жасы құтты болсын деймін. Аттаған қадамы да құтты болсын. Осылай тойға жиналып жүре беріңіздер, дастархандарыңыз тойға жайылсын. Ой, рахмет. Мыңда бір алғыс жайғасыңыздар. Рахмет. Атын кім болып? Диана, жай жүрсің ба? Жақсы, шақырамыз бәрі, шақырамыз. Рахмет. Ал ардақты ағайындар, әрмен қара ақ тілектарды ақтарайық. Дәмнен астан алып отырыңыздар. Бір ортаға бір жақсылап керемет кісілерді шақырайық. Мұхтардың аға жеңгелері Абдрашид, Хайни Жамал, Айнаш,
Мұхаммед Гүлжан, Ғабат Мархабат, Ибрахим Махабат, Нұрболат Айман, Мұрат Шәрбат, Талғат Қаламқас, Ардақ Серікжан келіңдер ортаға. Бір жақсына бересіздер. Ал енді мына құрметті ағайын, осы тойдың иесі Дулат пен Күләй, Мұхтар мен Меруертке әлі права берілген жоқ, гаиден өткен жоқ. Мына тойларың құтты болсын. Кішкентай Мансұрдың тай-тай басқан қадамы құтты болсын. Үлкен азамат болып бақытты болсын. Осындай бізге келін тауып берген Құдағидан айналайын, көп рахмет. Оны естіп отырған құдашалардан тағы бір айналып қояйық. Мына ертең үлкен азамат болып, осы кішкентай Мансұрымыз ел елейтін азамат болсын. Осының қызығын көре берейік. Осындай ұлдарымыз, қыздарымыз көбейіп, ел болайық. Ал Дулат көкең, Күләй жеңгей, тойларыңыз, кішкентай немерелеріңіз бір жасқа келіп отыр, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Өмірде бақытты болсын, жасына жас қосыла берсін. Осылай өмірі бірлік болсын, әрқашанда. Үлкен азамат болсын, қолғанат болсын сіздерге. Ал Мұхтар, Меруерт, той жасалсындар, кішкентайға бірге толып жатқандар. Қадамдарың нұр жаусын, рахмет. Осылай бәрімізді жиып, туған туыс, құда жекжатты. Осылай кең дастарханда әрқашанда той бола берсін. Аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын. Сол үшін алып болыңдар. Немерелерің туғанға құтты болсын, өмірші сызлақ болсын. Мен берілгісін келгенім. Аспанымыз ашық болсын, еліміз ашық болсын, семьяда бақытты болсын. Сол үшін алып болыңдар. Ой, бәрекелді, мына ағамыз күшті айтып отырған аспанымыз ашық болсын деп. Расымен де мына жезқазған өңірі дамып, аспанымыз ашық болып, қашанда көгімізден күн жайнап тұрсын деп біздің тілейтін тұрғанымыз. Мыңда бір алғыс, бір жақсылап берейік. Ортаға ағайын жұртты, жаңа құдашылардың айналайық деп отырса, барша құдашаңыз ортаға шақырып берейміз аға. Біздер үшін әсем айтып абырой асқақтаған ел билеген
халық билеген, жұрт сыйлаған, ел сыйлаған хан болған екен дейді. Сол ханның барлық жағдайы жақсы, тек қана сол хандыққа мұрагер болатын, сол бір байлығынан мирас болатын, артынан қалаған ізбасар болмаған екен дейді. Хан жатса да тұрса да ұлы жаратушы Аллаға жалбарынып ұл тілеген екен дейді. Күндердің бір күні жаратушы Алла ханға ұл сыйлардың алдында шарт айтқан екен дейді. Мен сенен осы баланы 3 күннен кейін тартып аламын деп. Әрине ондай суық хабарда кім жақтыртсын. Дегенмен де көптен күткен ол еді ғой. Бүкіл ағайын туысты біріктіріп, үлкен бір асқа, үлкен бір қазанға үлкен ас беріп, жер жаһанға хабар беріп, 2 күн дүркіретіп той жасаған екен дейді. 3-ші күні баласын құшақтап суық хабар күтеді екен. Алайда ештеңе болмайды. 4-ші күн күтеді, ештеңе болмайды. 1 апта өтеді, 1 ай өтеді, 5 жыл өтеді, бала өседі, 10 жыл өтеді, ат жалын тартып азамат болады, 20 жыл өтеді. 30 жыл өткеннен кейін ханның орнына мұрагер болып таққа отырады екен. Сонда қартайған шағында хан өлер алдында сұраған екен: ұлы жаратушы Алла, ұл бердіңіз, разымын, дегенмен де 3 күннен кейін тартып алам деп едіңіз. Ал балам өз көз алдында өсті, бұныңыз қалай депті. Сонда хабар жеткеннен кейін расымен де 3 күннен кейін тартып алам деп едің, бірақ сен 2 күн дүбірлетіп той жасадың. Сол тойға келген кісілердің барлығын тілегі осы мен бүлдіршініміз жүз жасасын, осы бүлдіршініміздің ғұмыры ұзақ болсын, денсаулығы зор болсын деп тіледі. Көп түкірсе көл болар деген сөз осыдан шыққан екен. Олай болса, қадірлі ағайындар, 40-тың бірі қыдыры, 1000-ның бірі уәле дейді. Бүгінгі айтылған ақ тілектер, бүгінгі айтылған пәк тілектер, бүгінгі айтылған ақ тілектер, бүгінгі айтылған хақ тілектер, бүгінгі айтылған қарлығаш тілектер Мұхтар ағам менен Меруерт жеңгемнің кішкентай Мәнсірдің жүрегіне барып ұя салсын деп бір мәрте қол соғып қойыңыздар. Ал қадірлі ағайындар, жақсы тілек жалғасы табады деп той көшін ары қарай жалғастырайық. Келесі ақ тілектің кезегі Мұхтар ағамның нардай нағашылар қауымы, жиендері, бөлелері. Әділет айгерім, бір күн бірің айым едің, сыйластыққа сайым едің, кірші алмас мәңгілік көңілдердің айнегін, арайлым, айым, батырлан, аяжан, серік тілек айтыңыз орта қарай келіп, Дүйсенбай, Айнұр, Ержан ұтыр, Біржан ұтыр, Қорлан ұтыр, Перизат ұтыр, Ершат ұтыр, Бағдаулет ұтыр, Іңкәр ұтыр, Еламан ұтыр, Бекежан ұтыр, Мадина, Мадияр, Мадина бойында иба, жамандыққа қима, нағаштарды мақтауға сөз жетпей тұр миға, мәңгі бақи сыйла орта қарай жина, бұл кісілерді жәріліп тұрған Марулан Тамаға Ибн Сина, Меруерттің бөлелері нағашылары, Асылхан Айнұр, Әшімхан Майра, Қызылдығын Сайра, Халалөкім Ләйлә, Орынбасар Ағнұр, Руслан Бота, Айдос, Салтанат, Мақсат Сая, Индира, Жандос Мақпал, Ержан Динара, Жазира, Нұрбол, Сабина, Диана, Медина, Назым, Амина. Құдай, Ақсақ Темірдің әскері әдірамасын. Келіңіздер. Оп! Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін кішкентайдың туған күні құтты болсын, тұсаукесері тағы да құтты болсын. Осындай кішкентайлар көп болсын, үйлеріңізде тек қуаныш, бақыт болсын. Осындай жастардың тек жалған дауысы үні шықсын үйлеріңізден. Барлықтарыңызға аманшылық, денсаулық тілеймін. Үйленбеген жастар болса, барлығын бастарына қойыңыз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Екі жас бақыт болыңыздар. Мансур туған күнімен. Құрметті қонақтар, бүгінгі Мансурдың 1 жасқа толған күні құтты болсын, тұсаукесері құтты болсын. Ешқашан жолында тұсау тұрмасын, әрқашан биіктен көріне берсін. Әрдайым біз оны өзіміздің нағашы ағамыз бар, сол кісіге теңейміз, өмір бойы бастық болып өткен, бастықтан зейнетке шыққан кісі сол кісіге ұқсайды деп өзіміз ырымдаймыз. Сол кісідей болсын, үлкен азамат болсын, халықтың алдында жүрсін, халықтың азаматы болсын деп тілеймін. Сіздердің де отбасыларыңызда тек жақсылық болсын, осындай той болсын, тойдан тойға кездесе берейік. Енді келесі жылы, және одан кейінгі жылы тағы да
осындай тұсаукесерге тойға келе берейік осы отбасына. Әрдайым той болсын. Жастарға да сіз осы Меруерт пен Мұхтардың жолын берсін, атасы мен әжесіндей сондай ата ене берсін деп тілеймін. Ал тәте, көке, мына бүгін немерелеріміз Мәнсүрдің туған күні құтты болсын. Денсаулығы мықты болып, қасы өмірге қарай өрлей берсін. Енді не айтам? Осы жердегі барлық тойда отқан үлкен кісілердің айтқан бата тілектеріне қосылам. Періштен құлағы бірде ашық, бірде жабық дейді. Сол айтылған тілектің барлығы осы періштен құлағына шалынсын дейді. Ал тәте, көке, мына бүгін немерелеріңіздің бір жасқа толған туған күні өтіп жатыр. Бауы берік болсын, сіздерге әрқашан қызығын көрсетсін, дәу азамат болсын, ертең өсіп, осы Жезқан қаласының әкімі болып, сіздерге қызығын көрсете берсін. Ал не деймін, Мұхтар Меруерт, кішкентайларың бауы берік болсын, өмірі сақ болсын, осындай әрқашанда кең дастархан жайып, көңілдері де сондай кең дастархан сияқты ашық болсын. Не деймін, кішкентайлар өсе берсін, сендерге қызығын көрсете берсін. Не деймін, басыңыз аман, деніңіз сау болсын. Осындай той думанда кездесіп, бірігіп осылай жүре берейік, сол үшін алып. Мансұрдың туған күні құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, ата-анасының үкілеген үмітін ақтап, елінің үлгі тұтар азаматы болсын деп тілеймін. Ең басты тілек Алланың назарында, бақыттың базарында болсын. Ал тәзе, көке, бүгінгі Мансұрдың бір жас тойы құтты болсын. Өмірде бақытты болып, әрқашан сіздерге қызығын көрсетсін. Дені сау болсын, басқа не деймін, бағанағы айтып отқан тілектерге қосылып, сол үшін алып қойыңыздар. Мансұр туған ақтыбы. Ой, рахмет. Не деген тілек? Жастардың өз қазір керемет қалай сөйлейді. Осылай болу керек қой, бұлар